Баршаңызға сәлем. Бүгін әр адам сүйіп жейтін пряниктерді дүкендегіден де керемет етіп, ең бастысы қолжетімді заттармен жасаймыз. Бірінші ұн мен шекерді араластырып аламыз. Сосын қайнаған сүт құйып, жақсылап қозғаймыз. Содан соң шым-шым тұз және күнбағыс майын қосып араластырамыз. Массамыз бөлме температурасына келгенше қалдырамыз. Ұнның қалған бөлігіне ванилин мен қамыр қопсытқышты қосамыз. Салқындаған массамызға бір жұмыртқа және бір сарыуыз қосамыз. Ақуызы пряниктеріміздің сыртына жағуға қажет болады. Тағы да араластырып, құрғақ ингредиенттерімізді аз бөліктен сала отырып қамыр елейміз. Және бірден қамырды жаюға кірісеміз. Қалыңдығы 1,5 см болуы керек. Стаканмен дөңгелек пішінді етіп кесіп аламыз. Пергамент қағазы төселген табада 160 градуста қызып тұрған пеште 20 минутта пісіреміз. Жаңағы ақуызымызға қант ұнтағын қосып, ақ пена секілді көтерілгенше миксерлейміз. Пряниктер пісті. Енді ыдысқа крем жағып, пряниктерді салып, бетіне крем құямыз. Видеода көрсеткенімде араластырамыз. Табаға салып, пештің аузын жаппай 5 минутқа кептіріп аламыз. Пряниктеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Енді дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.